Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Бүгін фарштан жасалатын өте бір керемет дәмді тағамның рецептісімен бөлісемін. Осы тағамды түскі асқа немесе кешкі асқа жасауға болады. Видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге осы тағамды міндетті түрде жасап көріңіз. Өте дәмді, керемет. Және де каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыз. Бұл тағамды дайындау үшін маған 500 грамм сүт қажет болды. 500 грамм сүтке 2 жұмыртқа саламын. Сосын 130 грамм су құямын да жақсылап тұрып араластырамын. Дәміне қарай тұз салам. Тұз енді кішкене жарты шай қасық болса жетіп жатыр. Ұн және сұйық май. Бұл жердегі рецептің граммдарын бәрін төменде описанияда қалдырып қоятын болам. Сол жерден оқып қарап аласыздар. Осылай жақсылап араластырып дайындап аламын да, енді құймақ секілді етіріп пісіріп аламын табаға. Мінекей осылай пісіріп бәрін түгел дайындап алам. Рецепт ұнаған болса, достарыңызбен міндетті түрде бөлісіп қойыңыз. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Осылай дайындап алған начинкамды құймақ пісіріп алам бәрінен. Сосын құймақтың жағы пісіріп алған лепешкелерімнің арасына салатын салмасын дайындайтын болам. Ол үшін 400 грамм фаршты қызып тұрған табада майға қуырып алып, үстіне бір жуа қосам, және тәтті бұрыш, жақсылап тұрып қуырып аламын. Петрушка қостым үстіне. Петрушка не болмаса, укроп, кинза, өзіңізге қандай көкшөп ұнайды, соны қоссаңыз болады. Және дәміне қарай тұз, қара бұрыш, кепкен сарымсақ қостым. Сарымсақтың свежий болса, свежийін қоссаңыз тіпті жақсы болады. Кетчуп. Бұл жердегі рецепттің граммдарын бәрін описанияда міндетті түрде жазып қоятын болам. Сол жерден оқып қарап аласыздар. Соус қосамын. Соевый соус жақсылап араластырып, табан бетін жауып 5-10 минутқа бұқтырып пісіріп аламын. Енді үшінші ақ соус дайындайтын боламын. Бұл соусты дайындау үшін сары майға ұнды салып, кішкене қуырып аламын да, оның үстіне 500 грамм сүтті құйып, үнемі араластырып тұрып, қайнағанша араластырып тұрамын. Түбі күйіп кетпес үшін. Енді пісіріп алған құймақтарымның арасына жаңағы дайындап алған соусымды саламын. Оның үстіне фаршты саламын. Осылай жұқалап фаршты құймақтың бетіне салып, үстіне тағы да екінші құймағымды қойып, оның үстіне соусты жағып, оның үстіне және фаршты салып, бүкіл жағы дайындап алған құймақтарымды осылай жасап шығамын. Менімен бірге осы видеоны қарап, менімен бірге осы тағамды міндетті түрде жасап көріңіз. Өте дәмді. Енді бәрін жасап біткен соң, ең үстіне жаңағы сырды үккіштің ірі жағынан өткізіп, духовкада 200 градуста 20 минут, 25 минут пісіріп аламын. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай менің тамағым дайын болды. Өте керемет, дәмді, иісі деген вообще керемет. Енді ал жеген кезде кәдімгі
нежный, жұмсақ, әдемі болып аузында шайнамай жұтасыз ғой. Міндетті түрде жасап көріңіз. Менімен бірге болғаныңыз үшін сізге көп рахмет. Каналыма тіркеліп лайк басқаныңыз үшін рахмет. Менің каналымда күнделікті дәмді рецепттер шығатын болады. Мінекей, қараңызшы қандай керемет. Асыңыз дәмді болсын. Менің каналымнан алыстамаңыз. Керемет дәмді тағам. Шайнамай жұтатын тамақ қой. Міндетті түрде жасап көріңіз. Түрінің өзі бір аппетитный, әдем болып тұр. Дәмі деген вообще керемет. Иісі деген енді сөз жоқ. Бұл тағамды сіз жасап көруіңіз керек. Сол кезде білесіз қандай тағам екенін. Сау саламатта болыңыз. Видеомды соңына дейін қарағаныңыз үшін көп рахмет. Менің арнамнан алыстамаңыз.